Бұл жерде x екінші тұр. Шақшаның ішінде айырма болып тұр және екінші тұр. Міндетті түрде x-ті бірінші болатында екеуінің орнын не істейміз? Алмастырамыз. 7x минус 8. Айырмалардың орнын ауысқан кезде не істейді? Алдына минус шығады. Есімде сақталынды. Айырманың орны ауысқанда алдына минус шығады. Түсінді ма? 2x минус 7 0. Минустан құтылу үшін артына береміз. Минус 1-ге көбейтеміз. Минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Сонда 7x минус 8, 2x минус 7. Минустан құтылдық. Енді не істейміз? Теңсіздіктің таңбасы минустарға көбейткенде не істеп кетеді? Ауысып кетеді. Ол бағанақ сияқты енді шығара береміз. Бірінші шақшаның ішін нөлге теңестіреміз. 7x минус 8-те 0, 7x-те 8, x-те қаншаға? 8 бөлінген 7-ге. Екіншінің ішінде тура солай 2x минус 7-те 0. Енді мына мен толық жазып жатырмын, сендер қысқартып жасасыңдар келесі есептерде. 2x-те 7-ге, x-те 7 бөлінген 2-ге. Бұл қанша? 3,5. Енді келеміз да осы екеуі саламыз. Қайсысы беріледі деп? Мына 3,5, мынау 1,5. Сонда мынау бергі жақта 7-ден 8 тұрады. Бұл 1,7-ден 1. Теңсіздік қандай? Қатарымыз. Іші бояла ма? Бояла. Нүктенің іші бояла ма? Боялады. Міне нүктенің іші боялады. Бергі ретте 7-ден 8 тұрады. 7-ден 8 деп жазасыздар. Немесе 1,7-ден 1 деп жазсыңдар. Мынау 3,5. Енді аралықтарға бөлдік. X-тің барлығы бірінші тұр ғой, автоматты түрде оң жақ шет неден бастайды? Плюстан. Мынау не болады? Минус, мынау плюс. Енді бізге плюс аралық керек па, минус аралық керек па? Оны анықтау үшін. Мынау жаңа минус 1-ге көбейтіп жүргендегі соңғы теңсіздік бар ғой? Осыған қарайсыңдар, шатасы анау бастапқыға кетіп қалып жүрсеңдер нөлден үлкен екен деп. Жоқ, мынаған қараймыз. Нөлден қандай болсын? Кіші болса қай аралықты аламыз? Минус аралықты дейік. Бірге жауапқа келеді мына аралық. Жауабын жазайық. Жауабы тік жақша, 7-ден 8-ге 3,5-тің арасы. Бұл да тік жақша.